Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді және әдемі болып шығатын печеньелердің рецептісімен бөлісемін. Жұмсақ сары майға қаймақ, сұйық май, қант және жұмыртқаны қосып бір келкі болғанша венчикпен араластырамыз. Ванилин және ұнды бір-бірлеп қоса бастаймыз. Ұнның барлығын қосып жібермеңіздер, себебі қатты болып кетуі мүмкін. Бізге жұмсақ болатын қамыр керек. Осы қамырды екі бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігіне какао қосамыз да, екінші бөлігіне кішкене ұн қосып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып илейміз. Екі бөлігінде кішкенеден алып, грек жаңғағындай болатындай қылып, кішкентай дөңгелектер жасаймыз. Печеньелерді жасау үшін мен осындай цитрустарға арналған шырын сыққышты қолданамын. Үстіне пакет немесе ас пленкасын орналастырамыз. Қара және ақ шарикті бірге жақсылап қосып аламыз да, қабырғаларына жақсылап бастырып орналастырамыз. Печеньенің формасы жақсы шығу үшін осылай бастырған маңызды. Егер тым жұқа болып кетсе, тағы да шариктен алып, қабырғасына жапсырсаңыз болады. Салмасына қалаған затымызды салуға болады. Мен бүгін шоколад пастасын, грек жаңғағын және құрманы салатын боламын. Шоколад пастасы, нутелла, чоко-крем сияқты әртүрліні қолданып беруге болады. Пісіп жатырған кезде салмасы шығып кетпеу үшін үстін жақсылап жапқан өте маңызды. Егер қамыры аз болып қалса, дайындаған шариктерімізден тағы да үстіне қосуға болады. Бастырғаннан кейін формамыздан шығарамыз да пергамент қағазына орналастырамыз. Грек жаңғағын қантпен араластырып салдым салмасына. Құрманың сүйегін алып тастап, кішкене бөліктерге бөліп алып, солай салдым салмасына. Печеньелер осында әдемі болды. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минуттай кішкене үстері қызарғанша пісіреміз. Печеньелерді толықтай суытамыз. Өте дәмді және әдемі болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған баршын келесі видеоларда жүздескенше.